Ассалаумағалейкум, кеш жарық құрметті достар, жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Мына жаңа жыл деген өзі сондай керемет мерекеде. Жаңа жылға кәдімгідей дайындаламыз, иә? Басқа мейрам. Мына жаңа жыл мен 8 март. Кәдімгі дайындаламыз. Мына кәдімгі бір ата-бабамыздан қалған мейрам секілді дайындаламыз кәдімгі. Биыл тіпті жылда олай емес, биыл тіпті кәдімгі ерте дайындалдық, қар түспестен бұрын. Жаңа жыл кәдімгі, жаңа жыл өзі сондай. Жаңа жыл деген, мына сіздерге рахмет, керемет. Бүгін деген қала деген пробка, жартысы деген әр кешігіп отырғандар бар шығар. Пробка дайындалып, сондағы бәрін күтіп отырған бір 12 сол. 12 сол күтіп отырған. Шынымен сондай емес. Бәрі әйтеуір деген пакет, ананы құшақтап, пакет, мынаны құшақтап, автобусқа қыстырылып, бүйтіп, не қылып, одан әкеліп, үйге әкеліп, сонда күнделікті бір ужин ғой жай ғана. Жай ужинда үйдегі былай қарасаңыздар. Күнделікті ужин. Өстіп отырдық. Жаңа жылға қарай бәріміз біз қазақ қалай тойлаймыз. Ал жаңа жыл болып жаңа жылға сағат 12 болды, ұйықтайық. Шынымен сөйтеміз, де? Мына мамаларымыз, аналарымыздың жаңа жыл күткені мүлдем басқаша. Таңертең сол күні жаңа жыл болатын күні завтрак, обед, ужин деген жоқ. Сағат 12-ні күтіп жүреміз де бәріміз. Ананы бір шұқып жеп, мынаны бір шұқып жеп. Кет ал қолыңды алып. Қайтесіздер 12-ні дейді. 12-ні күтіп жүреміз сол. Сол күн ештеңе ішпейсің. Бәріміз 12-ні күтіп жүреміз. 12 қашан болады екен? Ол болмайды. Аналарымыз не керек? Ой, кәдімгі жаңа жылға дымың қалмайды. Салаттың түр-түрін, оны ешкім жемейді де қалғады. Салаттың түр-түрін, ананы істеп, мынаны істеп, оны істемесе жаңа жыл келмей қалатын секілді. 2010-да жүре беретін секілді болып қаламыз кәдімгі. Бәріміз осы дайындалып, сағат міне 12:15 қалып, міне қазір президент елбасымыз сөйлейді деп отырмыз, телевизор алдында отырамыз. Бір қарасам мамашка ұйықтап отырады. Мама тұрсайшы, ойбай, не оқасың? Кәдімгідей 12 жақындаған кезде ұйықтап қалады. Ауылда рахат, ауылда, иә? Фейерверктер қалай атамыз. Бәрі бүкіл бір үйге бір фейерверк келіп береді ғой, жүр, мынандай. Бірдеңелер деп бастарында. Соны күтеміз, 12 болған күтеміз. Далаға шығып алып, ой, анам басында қай. Жаңа жыл қызық, сонысымен қызық, е? Сонысымен қызық, жаңа жыл керемет. Біздің кездерімізде қоян, қасқыр, қазіргі балдар ондай емес. Қазіргі балдар бәрі Бэтмен, черепашка ниндзя, қазіргі Спайдермен. Өздері не білмей, біз білмей қаламыз өзін, немене кейін деп аға. Алла сағасын, мынау қазір мода дегенсің, кигізіп қоясың аға. Өзің бірақ қастай кімдерді жүрген білмейсің де, жаңа жылға барасың дейді бақы. Қай жаңа жылға барасың. Шынымен соны. Біз мына негізі кей кезде ойлаймыз, біз қазақ жалпы қонақжайлық деп айтады. Орыстар дейді, орыстар жаңағы бірдеңе, жазған кезде айтамыз ғой. Цыганского веселья, кавказского долголетия и казахского гостеприимства деп қойды. Қазақ қонақжайлы ма? Иә? Қазір шапалап отырмыз да, иә деп қоямыз. Мен сіздерге айтайын, жоқ. Қонақжайлық халықтар ауылдарда бар шығар, қазір үлкен кісілер жағы, біреулер келіп жатыр, кірсін дейді. Біз қалада қалаймыз. Ана кімдер ауылдан келе жатқан көрінеді ғой. Олар неге кетір? Не істейді осы қыстың ортасын солар? Енді жай келе жатыр дейді. Сұрақты қарашайшы. Қонан ма? Шынымен сондаймыз. Шошып кетеміз, шашымыз тік тұрып. Неше күн болады? Ой, келеді, кетеді, не болды енді? Алматыға бір жаққа кетіп қалсын дейді алшы. Өзің Астанада жүресің де? Олар да Астанада жүреді. Бірақ сен Алматыдасың. Или Қостанайға кетіп қалдың. Қызық қалып қыз ғой. Бір әдемі қыз көрсек, таңғалып, әдемі қыз көрсек бітеміз сразу. Бұл қыз қандай әдемі? Кореянка секілді. Индиянка секілді. Мына қыздар японка секілді дейміз. Сонда қазақтың қыздар қандай болу керек? Сразу бір әдемі қыз көрсек болды. Орыстың қыздар сияқты қойып қойымыз. Орыстың қыздар сияқты екен, аяқты түзу деп. Шынымен сондай. Сондықтан да бүгінгі осындай үлкен мереке, үлкен қуаныш. Жалпы негізде мына айтып жатамыз ғой. Ауылдық жерде мына есіктен басталады деп жатамыз, есіктен, е?
Мына қалада үйге қонақ кірген кезде, жаңағы үйге басқа кірген кезде шаршадық, бір өпкеден шаршап кеттік, әйтеуір не керек. Амансыңдар ма, жақсымын. Дубленканы жегеліп қойшы, байқаш, ойбай алдында осы екен, суымнан алғанбыз осы екен. Жегеліп қой, аха. Деп кіреміз, үйге кірген кезде. Ауылда қалай келеді, білесіздер ме? Мен қазір жерге отыруға келеді. Жеңгелеріміз, көршілер кіріп келеді ғой әйелге. Ауыл, үй, мына жерде қонақтар отыр, бірдеңе отыр. Ауылдың әйелдерінің кіріп келуі үйге. Жоғары шықпайды ғой, сол жерде отырады. Өздерін әлі келін санап жүреді, жастары уже 57-те. Жоғары шық деген кезде былай шыққандағы. Қандай керемет, қалада мысалы ауылдың балдары үйге қонақ кіріп келсе, амансызған кезде ассалаумағалейкум, қалды қалай, жақсы ма? Әкең ұстайын, әкең көтеріңіз. Ой, кәдім келіп, қолыңа су құйып, алдан ат жығады, қалаң балдардың амансызғанын білесіздер ме? Үйде қонақтар отыр деңіздер ме? Сіздер қонақтарсыздар. Мына бөлмеден әйтеуір балдар шықпайды, ол қалаң балдар болсын. Бөлмесінен шықпайды. Өздері. Готовится деп қояды ағам. Қайда готовится деген білмейсің ағам. Готовится, сейчас они готовятся. Бір бөлме, зал, мынау сіздер зал болыңыздар. Ана бөлмеден далаға шығып батырған бала, қазір тамашалаңыздар. Здрасте.